Қостанай орталығында көп қабатты тұрғын үйдің құрылысымен айналысып жатқан қостанайлық экскаваторшы жер қазу кезінде 2,5-3 метр тереңдікте көміліп жатқан кірпіштен қаланған ескі жертастың жолын тауып алды. Тоннельдің биіктігі жүрелеп отырған адам сиятындай ғана. Іші жартылай топыраққа толып, кірпіш қабырғасына іш жабысып қалған. Куәгерлердің бірі бұрын мұнда металл құятын цех болған шығар деп жорамалдайды. Ал енді бірі Кеңес өкіметінің алғашқы жылдары мұнда жылқы тұратын шаруашылық ғимараттары, одан кейін жөндеу зауыты болғанын айтады. Соңғы жылдары бұл ашық алаңқай автотұрақ ретінде пайдаланып келген. Осылайша қала орталығынан ескі бір тарихи нысан табылып отыр. 5 апрель көшесінің арғы бетінде Көпес Кияткиннің үйі тұр. Саудагер қазан төңкеріс кезінде қымбат асыл заттарының барлығын осы маңайға көміп кетті деген аңыз бар. Дұрыстап бәрін тексеріп қараңдар. Қайдан білесің? Мүмкін табылып қалар деді құрылыс басына жиналған тұрғындардың бірі. Жер астынан шыққан жолдың нақты қашан салынғанын, нендей қызмет атқарғанын алдағы уақытта мамандар зерттеп анықтайды. Айта кетсек, жер асты жол табылған жерге 19 қабатты тұрғын үй салынатын болады. Фото авторы Сергей Миронов. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.